Сәлем баршаңызға. Кішігірім отбасылық демалысымызбен видео ретінде бөлісіп өтейін деп шештім. Себебі бәріңіз сұрап жатсыздар, өте қызық болды. Кеңес беремін. Аман-есен жол бойы әңгіме айтып, өлең тыңдап жетіп алдық. Орналасып, осылай кішігірім рум-тур жасадық. Зонатлығымызға келіп, бізге қосымша диванымен осындай кең бөлме берген болатын. Жақсылап жайғасып алдық. Ішіне собой заттар әкелсеңіздер де болады. Біз өзіміз әкелген заттар жайғастырдық. Одан кейін осылай астына түсіп, түскі асымызды ішіп алдық. Тамақтар өте дәмді екен. Бағалары қаланықпен бірдей, естелікке суретке түстік. Осылай киініп суға түсуге келдік. Бұл жабық жаңағы бассейні, спасы сол жерде болдық. Кешке қарай осындай далада да шомылсаңыздар болады. Күндіз кешке супермаркеті бар, жанға керектің бәрі бар. Осылай далада перекус жасап алғаннан кейін қайтадан шомылуға келдік. Одан шомылудан шығып, осыны балалар ойнайтын жеріне келдік. Айтпақшы, бұл жерде намазхана да бар екен. Одан кейін кешкі асымызды өстіп жігітіміз екеуміз шоколадпен ішіп алып, балалар ұйықтады. Таңертең тұрып керемет таңғы асымызды ішіп алып, осындай керемет видпен. Одан кейін далада біраз серуендеп жүрдік. Әдемі барлық жақтар жасап қойған, персоналдар бәрін жасап жатыр. Керемет жан-жануарлармен ауланың бәрін жөндеп қойған екен. Спаға қайтадан келдік. Осында керемет деп қайтадан шомылып алдық. Күшті болды. Таңғы уақытта да маз болды, біз болдық. Одан кейін келіп бастады. Кешке де көбі далада да шомылды. Біз баламен болғасын ішкі территорияны таңдадық. Балаларға өте көңілді болды. Балаларға өте қатты ұнады ең бастысы. Ал енді бісміллә деп қайтадан жолға шықтық. Керемет демалыстан кейін осындай керемет бауырдаққа келіп байсейден обедімізді ішіп алып, ары қарай үйімізге жылжыдық. Рахмет барлықтарыңызға, осындай керемет демалыс